Баршаңызға қайырлы күн. Қарап тұрсаң, біздің әрбір күніміз кино сияқты ғой. Жасап жатқан тірліктеріміз, басқасы болсын. Қаншама опыт алып жатырмыз. Мүмкін біреуге жаңағы осы видео көмектесетін шығар, біздің қателігімізді қайталамайды. Келісімшарт отырған мынау біз сияқты болып ары жазып жүрмейді да. Өткенде мысалға мен арендаға алмақшы болдым. 1 жылға деді, сразу отказ бердім. Өйткені опыт бар менде. Егер опыт шықпаса болса, мен сол кезде келісіп, уже қол қойып тастайтын едім да. Бізге Азам мен қыздар хабарласады, кешек жұмыс жабық, есігіне пышақ басып тастаған деп. Бізде бір емес, 2 бизнес, мұнда Бомер бар. Қазір осыны жұлып ашамыз. Кетті. Біздің бұл қара шаңырақ, өйткені осы жерде бәрі басталған. Енді заң алдында көреміз, мынаны жұлсаң штраф деген жол тастадық. Ау? Аха. Не айтамын, білмейді ғой, андайшы. Иә. Сасқалақтап ше, өзімен өзі. Қазір анау сырттағы есіктегі отпечатка қағаз бар ғой? Соны қырып тастай алшы. Мұнда өзі қолмен жасап шыққан теттидің іздері бар. Аюдың ізі. Осылай жүріп отырып барып кіріп кетеді. Аюды бұл жерге қоя саласыңдар ма? Кім келіп аюды алып кетеді, иә? Сосын ертеңге былай азанда келіп ашамыз. Қаға жапсырып тастайды. Сосын охраналар келіп бізді шығарады. Вот сол момент керек бізге шығарып атқан. Керуендегі тетти біздің қара шаңырақ болып есептеледі. Осы жерде қаншама армандарымыз, қаншама кездесу бәрі осы жерде өтті. Қимайсың әрине. Енді біз заң бұзып жатқан жоқпыз, келісімшарт бойынша жұмыс жасап жатырмыз, бірақ өз барлығын өлтіріп жатқан осы керуеннің иесі келісімшартқа қарамастан бізді шығарып тастап жатыр. Мына көрші көшіп жатыр. Арғы көрші кетіп қалды, оның арғы жағынан кетіп қалды, арғы кетіп қалды. Тек бізде ғана келісімшарт, сондықтан біз қалып жатырмыз. Енді бұл әрине бүлік шығару емес, өзіміздің правомызды қорғау үшін. Енді бұл видеоның мақсаты басқа да енді кәсіп жасап жатқан кісілер біздің жағдайды қайталамай екі жақтылы, яғни двухсторонний келісімшарт договор жасасу керек. Әйтпесе осындай жағдайлар қайталанады. Мына жақта тұрған кісілердің бәрі мына жаққа шығарды. Бірақ бұл жаққа адам келмейді. Оны апарат жан кофе, анау жақта тұрған оны мына жаққа шығарып тастады. Адам жүрмейтін жерге. Келісімшарт және бір жапырақ қағаз есебінде болып тұрды. Напады болды, скелеттарымыздың бәрін тартып болды. Орнына машиналар қойып тастады. Сонымен солай кетіп жатырмыз. Бұл видеоблог
кәсіп жайында, менің өмірім жайында бір қуаныш, бір қайғы алма кезек келіп жатыр. Бір жақтан төшік ашсақ, бір жақтан жауып жатырмыз. Енді бұдан сынып қалсақ, білмеймін енді. Әрине өкінішті, бұл жерге бір жылдан бері қаншама клиент жинадық. Үйреніп қалған клиенттеріміз бар, олар іздеп келеді, біз жабық тұрамыз. Бастапында бұл жерден мүлдем сауда болмады, именно осы торговый домда. Өйткені шет жақ, соған адам тарттық. Ең соңынан басқа бір өткізіп, біз жай әншейін пайдаланып шығарып тастап жатыр. Сол үшін ғой жаңағы сотқа беріп, өзіміздің правомызды қорғап жатқанымыз. Келісім шарт бар, келісім шарт бір жылға, әлі уақыт біткен жоқ. Соған қарамастан шығарып тастап жатыр. Бұларда андай не бар? Егер уақытында ашылмасаң, аренданың уақытында төлемесең, шығарып тастауға хақысы бар. Бірақ біз мүлдем ондай ештеңе жасаған жоқпыз. Сондықтан бір дәлел таппады да біз шығаруға. Себеп таппады, яғни. Себебі жоқ. Сонда да ойына келгендерін жасап жатыр. Жаңа апарып осылай сотқа береміз деп едік. Бүгінгі ашыла беріңіздер деп сразу жұмсай қалды. Оның алдында кәдімгідей қатайып тұрған ғой, ашпайсыңдар деп. Договорда бәрі жазылып тұр, пункттар бойынша. Өздері не істерін білмей, директор анаған лақтырады, анаған лақтырады. Яғни бір-бірінің сөзіне жауап бере алмай жатыр.